Қайырлы күн достар. Бүгін мен Пендидос сайтындағы бағаларды сіздерге көрсететін боламын. Жалпы бұл осы сайтқа қызығып жүрген адамдар үшін өте қызықты болады. Олай болса, ең бірінші жарияланып отырамыз. Ең соңында каналға лайк басуды ұмытпаймыз. Енді мұнда сіздер өздеріңізге ұнаған заттарды арнайы категориялар бойынша іздестірулеріңізге болады. Мынау Пендидос сайтындағы басты бет және төменге түскенде, егер сіз көбіне не нәрсені көресіз, сол нәрсені сіздерге шығаратын болады. Енді ең алдымен балалар киімдерін көрейік. Жалпы Пендидос сайтында да, Таобао сайтында да заттар бір, қытайлық сапалы заттар да бар, сапасыз заттар да бар. Артықшылықтары: Таобао сайтында сіздер жеке өздеріңіз сауда жасап аласыздар, ал Пендидос сайтында 2-3 сіз секілді осы заттарды сатып алайын деп тұрған адамдармен бірігіп аласыздар. Міне 19, 8, 31, 23, 28 осы бағалар көлемінде екен барлығы. Мысалы, мынаны көрейік. Мұның бағасы 28-де 5. 28-де 5-ті біз көбейтеміз 79-ға, тең болады 2251 теңге. Осындай тройканы балалар киімін ала аласыздар. Ал білесіздер сіздер, бұл біздің елімізде біршама қымбат тұрады. Енді мысалы сіздер Таобао сайтынан осы киімдерді 4,5-3500 теңге көлемінде алатын болсаңыздар, ал Пендидос сайтынан сіздер 2,5-1,5 теңге көлемінен аласыздар. Балалар киімдерінің түрі-түрін іздесеңіздер болады, арнайы сурет арқылы іздестіруге болады, немесе осылай өзінің бөліп қойған ретімен көрсеңіздер де болады. Енді біз балаларға қажетті ойыншықтар және балаларға қажетті заттарды іздестіріп көрейік. Бұл жерде де бағалар өте арзан. Салыстырып көретін боламыз қазір бағаларын есептеп. Мысалы, мынаның бағасын көрейік. 59-да 9. 59-да 9-ды көбейтеміз 79-ға, тең 4732 теңгеге сіздер осындай балалар коляскасын ала аласыздар. Ал бұлардың бағасы бізде ең арзаны 35-38 мың теңгеден басталады. Енді ары қарай категориялар бойынша кететін болсақ, әйелдер киімдерін көрейік. Әйелдер киімдері Таобао сайтында біз көйлектерді 3500 теңгеден бастаймыз, ал киімдерді жеке 2,5-3500-4000 теңге аралықтарынан бастаймыз. Ал енді бұнда қанша теңге? Мысалы, мен мына двойканы Таобао сайтында 219 юанға көргенмін, ал мұнда 69 екен. Міне қараңыздар, әдемі киімдер. Мысалы, мынаның бағасы 22-де 79 екен. Оны көбейтеміз 79-ға. Арамызға жаңадан қосылып жатқан кісілер болса, неге 79-ға көбейтіп жатырсыз деген сұрақ болуы мүмкін. Жалпы қазір бізде 1 юан теңгеге шыққанда 79 теңге, сондықтан кез келген бағаны көрдіңіз ба, оны 79-ға көбейтіңіз. Немесе өзіңіз көрген кезде қанша теңгеге шығып тұр, сол санды көбейтіңіз. Бұл бізде 1800 теңгеге шықты. Астында адамдардың пікірлерін көрулеріңізге болады. Егер алатын болсаңыздар, осы жердегі міне адамдардың барлық дайындалып тұр, біреумен бірігіп алсаңыздар болады. Мысалы, мен дәл осы футболканы 29 юанға көргенмін, ал мұнда 16-да 9 юанда тұр екен. Киімдерінде түрін өздері бөліп көрсетіп қойған. Көйлектер, спортивный двойкалар, кофталар барлығын көруімізге болады. Ары қарай жүретін болсақ, үйге керекті заттар, техникалар, асхана үй жабдықтарын көруімізге болады. Мысалы, мына жерде қараңыздар. Үйге керекті заттардың барлығын көрсетіп қойған. Маған осы сат ұнап тұр, 20-да 9 дейді. 20-да 9 көбейтеміз 79-ға, тең 1651 теңге. Сену қиын, 1651 теңгеге осындай затты алу. Астында өте көп отзывтар бар. Менің жалпы Пендидос сайтына риза болатын себебім, мұнда адамдардың барлығы өздері егер киім алса, оны жуып, киіп көргеннен кейін, ал қандай да бір затты алса, оны анық қолданғаннан кейін таза пікірлерін жазады, ерінбейді. Қараңыздар, қаншама асты пісіріп болғаннан кейін, жуып болғаннан кейін жазған барлық пікірлерді. Осы жерлерден ақ біз бұл заттың оны алуға тұрарлық екенін байқауымызға болады, қорықпай алсақ болады. Егер бұл жерде жаман комментариялар болатын болса, солып қалған гүл белгілерін көруімізге болатын еді.
немесе негатив шындай смайликтерді көруімізге болатын еді. Және нақты білгіңіз келсе не жазылған осы жерді скрин жасап аудармашының көмегімен аударып алуларыңызға болады. Одан кейін міне достар, біз кете берсек, бұларды көре берсек өте көп. Бұлардың барлығы біздің елімізде, барлығымыз білеміз, 7,5 мың теңге, 10 мың теңге, 15 мың теңге көлемінде тұр. Ал елестетіңіздер, сіздер бұл жерге кіресіздер де өздеріңізге керекті заттарды қаншама есе төмен ақшада сапалы заттарды ала аласыздар. Бірақ мен сіздерге айтамын, Vindido сайты болсын, немесе Taobao сайты болсын, бірден өте арзан ақшаларға жүгірудің қажеті жоқ. Себебі арзанды заттардың түбі ол сапасыз болып шығуы мүмкін. Ларжы болса 2500-3500 теңге көлемде басталатын заттарды қорықпай ала берсеңіздер болады. Vindido сайтының құпиясы осы: бір адаммен, екі адаммен бірігіп алып, барынша аз ақша төлейсіздер. Түстеріңізге де кірмейді бұндай нәрселерді осындай ақшаға Қазақстаннан алу. Қараңыздар, барлық адамдар кіресіздер дүкенге, оның астында 5 жұлдыз тұруы мүмкін, 4 жұлдыз тұруы мүмкін. Кірген кезде адамдардың 32-52 ғана комментария болуы мүмкін, немесе 1300-1200 болуы мүмкін. Және оқисыздар пікірлерді, егер нақты сіздер оны алатын болсаңыздар. Осылайша бағаларды салыстырдық. Taobao сайтына қарағанда 2-3 есе арзан, біздің елімізге қарағанда 10-15 есе арзан. Қорықпай ала берулеріңізге болады. Және тағы бір жаңалық, мен көп адамдардан сұрағаным бойынша о баста Каспи карта арқылы төлем жасауға болмайды деген еді. Бірақ мен таптым жаңа әдісін. Өзіңіздің Каспи карта болсын, немесе басқа да банк карталарын тіркеу арқылы бұл жерде тікелей төлем жасауларыңызға болады. Оның құпиясын алда сабақтарда бөлісетін боламын. Ендеше соңына дейін тыңдаған жандар болса рахмет. Егер пайдасын тигізсе лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жекеге өтіп сұраңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.